Келін болып түскеніме 20 жылдан астам уақыт өтсе де, осы тапа сол күйі сол қалпын сақтап тұр екен. Осы тапаға күніге 6 тапа нан жабушы едім деп айтсам сенетін шығарсыздар. Өйткені қазіргі таңда да дүкеннен нан сатып алмаймыз. Келін болып түскен шағымды есіме түсіріп, бүгін осы нанды жасап көрейін дедім. Аздап қолым шығып қалыпты. Нанымды жұмсақтау етіп ашытып, қызып тұрған тапаның үстіне тұз-суды сеуіп, нанды осылай жабыстырып аламыз. Қалған нандарымды ұнға аунатып, осылай жасап қойдым. Бұл нанды ашытатын кезде естеріңізде болсын, маргарин не болмаса май қосуға болмайды. Асты қызарып піскен нанды келесі тапаны алып астына қойып, осылай төңкеретін боламыз. Газдың астын орташа қоямыз, пісетін уақытына 20-25 минуттай уақыт кетеді. Нанның піскенін арасында көріп тұрдым. Бұл нанды пісірмегеніме қанша уақыт өтіпті, аздап қолымның шықпағаны көрініп тұр. Онда да қолым үйренсін деп аяғына дейін жауып шықтым. Міне біздің нанымыз пісіп, дайын болды. Әп-әдемі, дәмі керемет, өте жұмсақ нан пісіп шықты.